Қазанның 1 мен 8 аралығында Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінде кәсіби мереке мұғалім күні аталып өтті. Аталмыш іс-шараның мақсаты қазақстандық патриотизм мен мұғалім мәртебесін көтеру, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін ұштау. Төл мерекеге орай мектеп қабырғасында бір қатар іс-шаралар ұйымдастырылды. Жоғары сынып оқушылары мұғалімдерге арнайы бағдарлама әзірледі. Олар мұғалімдерді шаңырақтарға бөле отырып, информатика, хореография, өнер пәндерінен танымды әрі қызықты сабақтар жүргізді. Апта бойы мұғалімдердің мәртебесін көтеру мақсатында оқушылар мен ата-аналар ұстазыма 1000 алғыс эссе байқауына қатысты. TEDx Ниш «Ұстазым менің ұстазым» тақырыбында конференция ұйымдастырды. Сонымен қатар, ғылыми бейсенбі күні Қазақстан тарихи оқулықтарының авторы, тарихи ғылымдарының докторы Еркін Аманжолұлымен кездесу өтті. Сондай-ақ оқушылардың жүзән жобасы аясында мұғалім тақырыбында әндер шырқап, таңғы шаңырақтар мен кураторлық сағаттар төл мерекеге жайында сөз қозғады. Мереке оқушылар ұйымдастырылған салтанатты концертпен өз жалғасын тапты. Концерт түлектердің жылы лебіздерін білдірген арнайы құттықтау бейнебаянмен басталып, мұғалімдердің жүректеріне елжіретті. Пусть ваша работа приносит радость, и повод гордиться вообще не возникает. Мы вас любим. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. We're half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. Оқушылар өз өнерлерімен мұғалімдер қауымын барша көрермендерді тәнті етіп, салтанатты жиын өз мәресіне жетті.